Саламатсыздарма? Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжі. Химия пәні оқытушысы Жұмабаева Бағдагүл Сәрсенбаевна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спирттер. Сабақтың мақсаты спирттердің физикалық және химиялық қасиеттерін түсіндіре отырып, олардың қолданылуы мен маңызын түсіндіру. Бұл сабақта меңгеретіндеріңіз спирттерді халықаралық жүйелі номенклатурасы бойынша атау, олардың физикалық химиялық қасиеттері және де алынуы мен қолданылуын түсіну. Спирттер дегеніміз құрамында бір немесе бірнеше OH тобы болатын көмірсутектер. OH тобының санына қарай бір атомды, екі атомды және көп атомды спирттер деп аталады. Спирттердің формуласы CnH2n + 1OH. Спирттердің ең қарапайым өкілдері метанол. Оларды халықаралық жүйелі номенклатурасы бойынша ол жұрнағын жалғау арқылы атайды. Мысалы, метанол, этанол және пропанол. Спирттерге қалай атау берілетіндігін көрсету үшін келесі қосылыстарды қарастырайық. Біріншіден, құрамындағы гидроксил тобымен байланысқан ең ұзын тізбекті таңдап, көміртек атомдарын нөмірлейміз. Тізбекті гидроксил тобына жақынырақ орналасқан жақтан бастап нөмірлеу керек екенін есте сақтауымыз қажет. Тізбек көміртектің 5 атомынан тұрса, қосылыстың атауы пентаннан туындайды. Көмірсутек атауының соңына ол жұрнағын қосамыз. Әрі қарай гидроксил тобының орнын көрсетеміз. Ол көміртектің бірінші атомымен байланысқандықтан, ол жұрнағынан кейін бір санын жазамыз. Көмірсутектік тізбек тармақталған болғандықтан, ондағы кез келген орын басушы радикалдардың орнын көмірсутектегідей етіп анықтауымыз қажет. Бұл спирттің құрамындағы 4-ші нөмірлі көміртек атомының метил тобы бар болғандықтан, атаудың басына метил префиксін қойып, оның алдына 4 санын жазамыз. Біз қарастырған спирттің атаулар жүйесі бойынша толық атауы 4 метил пентанол 1. Спирттер әдетте сұйық заттар, өздеріне тән иісі болады. Спирттердің балқу және қайнау температуралары олардың молекулалық массасының артуына байланысты өседі. Химиялық қасиеттері. Барлық органикалық заттар сияқты спирттер де жанады. Нәтижесінде көмірқышқыл газы мен су түзіледі. Сондай-ақ металдармен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз түзеді. Спирттердің алынуы. Техникада этил спиртін этиленді күкірт қышқылы қатысында гидраттап арқылы алады. Нәтижесінде этил спирті түзіледі. Сондай-ақ зимаза ферменттерінің әсерімен ашытқыш шикізаттарын ашыту арқылы алады. Үшінші әдісі ағашты өсімдіктерді гидролиз деп алады. Яғни сумен әрекеттестіріп, нәтижесінде спирттің кез келген түрін алуға болады. Этанолдың дегидратациясы жоғары температурада және катализатор алюминий оксидінің қатысында жүзеге асады. Реакция ыстық катализатор салынған сынауық арқылы этанол буын өткізгенде жүреді.
Газ тәрізді реакция өнімі тұтанғыш және бром суын түссіздендіреді. Бұл реакциялар алкендерге тән, және олар этанолдың этиленге келесі реакция теңдеуіне сәйкес дегидратацияланатынын көрсетеді. Бром молекуласының қос байланыс бойынша қосылу нәтижесінде этилен бром суын түссіздендіреді. Спирттердің қолданылуы. Этил спирті немесе этанол әртүрлі өндіріс салаларында еріткіш ретінде, сондай-ақ хлороформ, диэтил эфирі, этил ацетат өнімдерін алуда шикізат ретінде қолданылады. Этилдің көп бөлігі спирттік сусындар жасауда қолданылады. Сондай-ақ органикалық қосылыстардың ішіндегі спирттер еріткіш ретінде қолданылады. Сондай-ақ жасанды талшықтар алуда, бояулар алуда, пластмасса және де дәрілер өндіру үшін жартылай өнім болып табылады. Метил спирті CH3OH өте улы. 15 мл метил спиртін тұтынудың өзі қатты улануға және тұрақты соқырлыққа келіп соғады. Ал одан да көп мөлшерде пайдалану өліммен аяқталуы мүмкін. Түрлері бірдей, иісі және дәмдер бойынша ұқсас спирттің бұл екі түрі кейде орны толмас қателіктерге әкелуі мүмкін. Шығу тегі белгісіз спиртті тұтыну соқырлыққа тіпті өлімге әкеліп соғуы мүмкін. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында тест сұрақтарын орындай қойыңыздар Kahoot платформасында.
Үйге тапсырма Google Classroom платформасында үй тапсырмасын орындау. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.